Саламатсыздар ма? Құрметті жиналыс қатысушылар. Мен өзім таныстырып өтейін. Есім Жантөрек, фамилия Мәлібет. Осы Ақтөбе қаласы Астана әкімдігінің кәсіпкерлік дамыту және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысымын. Осы сіздердің тыңдауларыңызға келіп отыр. Енді бүгін сіздердің назарларыңызда 2026-35 жылдарға арналған Ақтөбе металл құрастыру зауыты акционерлік қоғамының нысандар объектілерге әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған жоба құжаттар пакеті бойынша ашық жиналыс нысанында талқылауға шығарып отырмыз. Қоғамдық тыңдау Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің 21 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 286 бөлігіне сәйкес өткізіліп отыр. Жобаның тапсырыс берушісі Ақтөбе металл құрастыру зауыты акционерлік қоғамы болып табылады. Жобаны әзірлеуші КБК Групп ЛТД жауапкершілігі серіктестігі. Жиналыс бастамасы бұрын қоғамдық тыңдаудың қатысысын және регламентін қасым естілдер ме? Қоғамдық тыңдаудың төрағасы ретінде жоғарыда айтылған қоғамдық тыңдаулар өткізілгеніне сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде өзі төраға енді хатшы ретінде ұсыныс беріп отыр. Шыңтас, Нұрдәулет, Аслан, Камил тұрысы ұсынылады. Ешкімде қатысып жоқ па? Ни у кого нет возражений, что будет секретарь Нұрдәулет? Нет. Саламатсыздар ма? Есім Шыңтас Нұрдәулет, осы Ақтөбе металл құрастыру зауытының экологы. Бүгінгі мына қоғамдық тыңдаудың протоколын, сұрақ-жауаптарын толтыру үшін жауап қылуға ретінде қатысты. Қасым жоқ қой? Жақсы, әрмен қарай регламентті бекітіп алайық. Қоғамдық тыңдау регламенті. Қоғамдық тыңдауға қатысушылар тіркеуі 5 минут. Келісілген уақытты қоғамдық тыңдаудың ашылуы 5 минут. Баяндама сөз сөйлеу 10-15 минут. Баяндамалар талқылау 15-20 минут. Баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулерін ұсыныстарын тыңдалады. Баяндамашы өз кезегінде қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарына жауап береді. Осы регламент. Қарсылық жоқ па? Ешкімде қарсылық болмаса. Онда әрі қарай мұнда күн тәртібіне жоба. Всем здравствуйте. Ваше предприятие будет сегодня проходить экологическое общественное слушание на тему 2026-35 года. Получается экологическое разрешение. Без экологического разрешения ни одно предприятие у нас в Казахстане не работает. Для этого сегодня проводится вот это собрание у нас. Ақтөбе металл құрастыру алу жөніндегі жобалық құжаттар бойынша қоғамдық тыңдаулар өтеді. Қоғамдық тыңдаулардың негізіне сүйенетін болсақ, Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу барысында қоғамдық тыңдаулар өткізу міндетті болып табылады. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларын бекіту Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы нөмірі 286 қаулысымен, яғни қоғамдық тыңдаулар мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізу кезінде экологиялық рұқсат алу үшін көзделген қоршаған ортаға теріс әсері бірінші санаттағы нысандарды салатын кезде және пайдалану кезінде жобалар құжаттамасы бойынша өткізіледі. Яғни Қазақстан Республикасының 2021 жылы 2 қаңтардағы кодексіне сәйкес өткізіледі. Негіз болып табылатын 2026-35 жылдарға арналған Ақтөбе металл
құрастыру зауытының акционерлік қоғамының экологиялық рұқсат алу арналған жобалық құжаттар тобына келесі жобалар жатады. Бірінші, рұқсат етілген шығарындылар нормативтердің жобасы. Екінші, қалдықтарды басқару бағдарламасы. Үшінші, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Төртінші, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары болып табылады. Ақтөбе металл құрастыру зауытының акционерлік өндірістік алаңына көшетін болса, АНЗ деп аталып отырған акционерлік қоғамның өндірістік алаңы Қазақстан Республикасының Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы өндірістік алаң 627 мекен жайында орналасқан. Кәсіпорын 1969 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан Ақтөбе тәжірибелік эксперименттік жөндеу механикалық зауытының базасында құрылған. Тұрғын аймақ кәсіпорын аумағынан 1550 метр қашықтықта орналасқан болады. Кәсіпорынның орналасқан аудан Ақтөбе облысына тән күрт континенталды климаты бар құрғақ дала аймағына жатады. Кәсіпорын орналасқан аумақта ормандар, ауыл шаруашылығы алқаптары, демалыс аймақтары, су алу орындары жоқ. Өндірістік алаң аумағы мен шектесетін нысандар анықталмаған. Жоба 2026-35 жылдар аралығында әзірленген. Жобалық құжаттаманы әзірлеудің негізі болып табылады. Ақтөбе металл құрастыру зауыты акционерлік қоғамының үшін ластаушы заттардың атмосфера шығарындыларының рұқсат етілген шекті мөлшерін нормативтерін түзету жобасы атмосфералық ластаушы заттар шығарындылар көздерінің түгендеуі негізінде әзірленген болатын. Түгендеу жұмыстарының нәтижесінде шығарындылар көздерінің құрамы мен сипаттамалары өзгеріс анықталған болатын. Сондай-ақ қолданыстағы көздер бойынша деректер нақтыланады. Түзету жұмыстары ақпаратты өзектендіру және РШШ жобасын кәсіпорынның нақты өндірістік процестеріне сәйкестендірілген бағытталған болатын. Кәсіпорынның орналасқан аймақтық климаттық сипаттамасына көшетін болса, кәсіпорын орналасқан аудан Ақтөбе облысына тән құрғақ дала аймағына жатады. Климат ыстық әрі қуаң жазымен, суық және қар аз түсетін қысымен, температураның жыл ішіндегі айтарлықтай ауытқуымен және жауын-шашын біркелкі түспеуімен ерекшеленеді. Жылдық орташа ауа температурасы 5-6 градус, ең суық ай қаңтар температурасы 15-16 градус, абсолютті минимумдар 35-40 құрайды. Тұрақты аяссыз кезеңнің ұзақтығы орта есеппен 140-150 күнді құрайды. 10 градустан жоғары белсенді температуралардың қосындысы 2700-3000 градусқа жетеді. Бұл ауыл шаруашылығын жүргізу мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдай туғызады. Атмосфералық жауын-шашын көлемі аз, жылына орта есеппен 220-280 мм аралығында, оның басым бөлігі көктем-жаз мезгілдеріне түседі. Қыста жиі қарлы борандар мен көктайғақ байқалады, ал жазда құрғақшылық пен ыстық желдер соғып тұрады. Жел режимі шығыс және оңтүстік-шығыс бағытындағы желдердің басымдылығымен айқындалады. Орташа жылдық жел жылдамдығы 3-5, қыс кезінде 6-7 метр секундіне қамтиды. Соңғы 2 жылдарды нақты шығарындылар көлеміне көшетін болса, яғни бізде 2024-2025 жылдарға арналған шығарындылардың көлемі және жоспарланып отырған 2026-35 жылдарға арналған шығарындылар көлемі көрсетілген. Яғни бүкіл жерде лимит болады. Біздерде арнайы лимиттар біздердің 2024-25 жылдар аралығында нақты деректерді талдау, атмосфералық ауа ластаушы заттар шығарындылары көлемінің тұрақты түрде төмендеу үрдісін көрсетеді. Мәселен, бекітілген лимит 30,502 тонна көлемінде белгіленген. Нақты шығарындылар көлемі 2024 жылға 8,111 тонна құрайтын болса, 2025 жылға қарай 3,172 тонна қарастырылған болатын. Осы жерде біздер атмосфералық ластаушы заттар шығарындыларының көздері белгіленген нысандар шығарындылары шығарылады. В любом предприятии имеется загрязнение в атмосферный воздух. Тут показано, получается, в данной таблице, какие компоненты в ней имеются. Мынау екіншісі атмосфера ластаушы шығарындылардың екінші жалғасы болып табылады, яғни сіздің мекемеде қандай шығарындылар шығып жатқанын осы кестеден көруіңізге болады.
аз қалдықты технологияны пайдалану арқылы нормативтерге қол жеткізу мүмкіндіктері туралы айтатын болсақ, осы жобада орындалған атмосфералық ауаның ластану деңгейін есептеу негізінде 2026-35 жылдарға арналған рұқсат етілген шығарындылар нормативтеріне қосымша экологиялық іс-шаралар әзірлеме, сондай-ақ кәсіпорынның өндірістік көлемін қайта белгілеусіз немесе қысқартусыз қол жеткізуге болатыны анықталады. Өндірістік алаңның санитарлық қорғау аймағының аумағында тұрғын үйлер мен халық тұратын нысандар жоқ. Бұл қолданыстағы санитарлық нормалар мен талаптардың сақталуын қамтамасыз етеді. Осы кестемізде, яғни 2026-2035 жылдарға арналған қалдықтардың жинау элементтері көрсетілген. В любом предприятии имеются отходы, получается, в данном здесь показано, вот какие отходы в вашем предприятии образуются. Олардың ішінде атап өтетін болсақ, қолданылған люминесценттік шамдардың тоннасы қанша жылына, қолданылған аккумуляторлар, қолданылған майлар, майлы шүберектер, бояу және лак қалдықтары және де өзге қалдықтарды атап өтуімізге болады. 2026-2035 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары мына жерде, мына кестемізде қарастырылған болатын. В любом предприятии имеется план природоохранных мероприятий. Данное мероприятие составлено на 2026-2035 года для вашего предприятия. В плане что предусматривается? В основном плане природоохранных мероприятий у нас предусматривается озеленение. По озеленению мы понимаем кустарники, многие растения мы понимаем под озеленением. Вокруг данного предприятия должны вот такие мероприятия производиться. Яғни 2026 жылдан 2035 жылдарға арналған мына қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары осы объектіге жасалған болатын. Мына кестемізде 2026-35 жылдарға қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарының, яғни оның ішінде атап өтетініміз кәсіпорын аумағын абаттандыру, жасыл желектерді отырғызу, күту, суару, жаңа жоғарыда атап өткенімізді дегдей болып табылады. Яғни оның барлығы Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2-ші қаңтардағы кодексіне сәйкес жүргізіледі. Назарларыңызға рахмет. В принципе, все по данному проекту. Если есть какие-то вопросы, сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Жаңа енді Құрметті қоғамдық қатысушылар, жаңа төрағамыз айтып өткендей, қазіргі уақытта Ақтөбе металл құрастыру зауыты Ақтөбе облысының экология департаментінде мемлекеттік экологиялық сараптамадан өтіп жатыр, яғни экологиялық рұқсат алу процесі жүріп жатыр. Мемлекеттік экологиялық сараптама жүру барысында еліміздің экология кодексінің 96 бабына сәйкес мемлекеттік сараптама өту кезінде қоғамдық тыңдауларды өткізу міндетті болып табылады. Қандай да бір кәсіпорын бір жерде өзінің өндірістік қызметтерін, технологиялық қызметтерін жүзеге асырғанда, осы орайда ең жақын орналасқан елді мекендерде аймақта тұрғындармен жобаларын таныстырып, мәлімет беріп отыру керек. Қандай жерде қандай компания немен айналысып отқанын білу үшін жергілікті атқарушы органның төрағалығымен осындай ашық жиналыстар өткізіліп отырады. Біз енді осы қоғамдық тыңдаудың өткізуге дейін бір ай бұрын табиғи ресурстар басқармасы, яғни мемлекеттік органға біз өзіміздің жобалаушы мекемемен бірге тиісті заявкаларымызды беріп, газетаға, радиоға және хабарландыру тақталарына өзіміздің жарнамаларымызды бердік. Осы қоғамдық тыңдаудың өткізу жөнінде хабарландыруларды бердік. Аталған уақытта, аталған адресте, аталған күні біздің қоғамдық тыңдауымыз өтіп отыр. Яғни қысқаша айтқанда экологиялық рұқсат алу мақсатында бүгінгі қоғамдық тыңдау өткізіліп отыр. Енді мына баяндамашыға бүгінгі жоба бойынша сұрақтарыңыз болса, пікір алмасып. Вопросов нет, только по данному проекту, для чего он разрабатывается вообще? Енді жаңа баяндамашы түсіндіріп өтті ғой, не үшін керек, неге істеліп жатқан деп. Бұл енді айтып жатқанда, осы мекеменің жаңағы ауаны ластаушы залалдар ретінде, былай айтсақ соның сараптамасы, рұқсат алғасын. Рұқсат алу. Енді біз әкімшіліктері не дейміз? Жалпы мекеме бұрыннан істеп келе жатыр, білеміз мына жерде әйтеуір. Жақсы, былай айтқанда, ең бастысы жаңа айтқанда, жұмыс беруші, әйтеуір осы былай айтқанда, мен байқап отырмын, мына жерде жас балдар
қуанышты. Енді мекеме болғасын, жаңағыдай жұмыс болғасын, өзінің жаңағы түрлі жағында айтып отырмын, өзінің есептеріне қарай заласынан дақтап отыр, шақырып отырмын. Көп, тем более сіздер жаңағыдай именно жаңағы металлмен айналысқасын, сендерде көп жаңағы сварканың өзі чего стоит. Ол ана неден басқа, ауадан басқа әр адамның өзіне қаншама зиян келтіреді, денсаулығына деген сияқты. Жалпы енді мен баяндамасын тыңдап өттім, жақсы, сіздерден сұрақ болмаса, онда біз шығарындылардың көлемінде қысқартып отырдық қой. Біз осыған дейін жаңағы 23-ші жылы жасалған кезде проектте 30 тонна шығарындылар болды жылына. Қазір енді 2026-2035 жылдар аралығында проектте біз 23 тонна, яғни 7 тоннаға біз ауаға шығарындыларды қысқартып отырмыз. Мен оны да түсініп өттім, өйткені қазір сіздерге объемға байланысты ғой, заказға байланысты. Ол бәрі баяғы союздарды емес, плановый жағында осындай шығады деген. Қазір сіздер бәрі тәуелсіздер. Мысалға міне жұмыс объем бар ма, значит жұмыс бар. Соған байланысты, соған есептеп мен түсініп отырмын. Енді жоспарларыңыз солай болатын болса, бәрі ескеріліп есептелетін зат қой. Бұл жерде жаңағыдай алып қосар ештеңе жоқ. Осы ішінде жоқ. Сұрақ жоқ. Сұрақтарыңыз жоқ. Az айтқан елімізде ішке реконструкция болады. Ашықтар строительный мұз шығады. Онда ескертілді ме? Жоқ, ол біз қалдықтарды біз бұрынғы проектте бізде біз оның бәрін есептедік. Бізде бұрынғы проектте қазір қолданыстағы проектте 5 тонна. Құрылыс қалдықтарына. Алдағы енді проектіге біз оны 15 тонна қылып шығарып отырмыз. Яғни 10 тонна қосып сұрап отырмыз экспертизадан, яғни 15 тонна. Соның бәрін ескеріп отырмыз. Иә, бұл бәрі жағдайда сарапталып менен өтеді ғой. Қазір сараптамада өтіп жатыр біздің неміз. Енді онда сұрақтарыңыз болмаса, жауап жіберіңіз. Так. Қоғам не болмаса, басқа сұрақтар болмаса, пікірталас жаңадан болды ғой. Онда қоғам тыңдау бойынша басқа сұрақтар болмаса, тыңдау жауапты жерлеріңіз. Тегіндеріңізге рахмет. Всем спасибо, что пришли.